Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, ішінде начинкасы бар капкейктер жасаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды, қантымызды, сұйық майымызды және бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымыздың үстіне 2 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық ас содасы және 1 шай қасық корица қосып, құрғақ қоспамызды жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ қоспамызды сұйық массамыздың үстіне бөліп сала отырып, түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды бір реттік кондитерлік қапшыққа құйып, формаларға толтырмай салып шығамыз. Піскен кезде 2 есе ұлғаяды. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 18-20 минутта пісіріп аламыз. Енді капкейктердің кремін дайындауға кірісеміз. Мен осындай творожный сыр, 60% сары май және де қант ұнтағын қосып, үшеуін біріктіріп, крем тәрізді масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне капкейктердің кремі дайын. Енді бір реттік кондитерлік қапшыққа насаткамызды салып, кремді кондитерлік қапшыққа саламыз. Міне капкейктер пісіп шықты. Капкейктер суығасын, ортасын насаткамен тесіп аламыз. Капкейктің ортасына қалаған начинкаңызды салсаңыздар болады. Мен қойылатылған сүтпен джем салып шықтым. Капкейктердің бетін гүлді креммен әсемдеп шығамыз. Сүйіспеншілікпен пісіріңіздер. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.